мына жерде сиқырлы кітаптар бар. Яғни бұл сиқырлы дегеніміз жаңа заман талабына сай QR кодпен ашылады. Сендер оны кез келген уақытта көре аласыңдар. Өздерің үйренуге болады. Аяру ашып көре ғой. Қандай ертегі екен? Қарлығаш пен Дәуіт ертегісі екен. Осы ертегіні тыңдағыларың келе ме? Иә. Ендеше жайғасайық. Бір қарлығаш жардың қуысына ұя салып өмір сүріпті. Қанатты қатпаған балапандары анасы азық әкелуге кеткенде шыдамсыздана күтумен болады екен. Бір күні балапандарды жемекке қарлығаштың ұясына жауы жылан өрмелеп шығып бара жатады. Мұны көрген қарлығаш шыр-шыр етіп балапандарына арашашы іздейді. Көкектен көмек сұрайды. Бүркіт қонаққа шақырып еді, соған барғалы жатырмын деп айтады. Одан шығып қарғаға барады. Үйленгелі жатқанымда мазамды алмашы дейді қарға. Қарлығаштың амалы таусылып, шыр-шыр етеді. Дәуіт қарлығаштың шырылдаған даусын естіп, достым, неге шырылдап жатырсың дейді. Жауы жылан балапандарымды жұтпақшы болып жатыр, маған көмектесші дейді. Олай болса, мені жеткіз тезірек дейді Дәуіт. Қарлығаш қанатын тосады, Дәуіт жотасына шығып алады. Көзді ашып жұмғанша ұясына жетеді. Жылан ұяға тақап қалған екен. Дәуіт аяғымен шаба тырнап, жыланның екі көзін ағызып жібереді. Жылан сылқ етіп жерге құлап түседі де мерт болады. Дәуіттің бұл ерлігіне сүйсінген қарлығаш омен айнымас дос болыпты. Балалар, ертегі сендерге ұнады ма? Иә. Бұл ертегі не туралы екен? Қарлығаш. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Қарлығашқа көмектескен қандай жәндік? Дәуіт. Яғни қарлығашқа көмектеспеген құстар да болды, иә балалар? Ол қандай құстар? Қарға мен көкек. Иә, қарға мен көкектің іс-әрекеті дұрыс па балалар? Жоқ. Дұрыс емес. Сендер достарыңа көмектесесіңдер ме? Иә. Дос туралы мақал-мәтел кім біледі? Аяру айта ғой. Аққуды атта, досың сатпа. Жарайсың. Және де кім қандай мақал-мәтел біледі? Мансұр айта ғой. 50 теңге болғанша 100 досың бол. Жарайсың. Және де досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды деген әдемі мақалдар бар. Балалар, бізге Аярудың анасы қонаққа келген секілді. Сәлеметсіздер. Амансыңдар ма балалар? Қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге базарлық ала келдім. Бұл базарлық мобильді кітап деп аталады. Бұл кітапта көптеген ақын жазушылардың өлеңдері, шығармалары жинақталған. Сіздерге кітаптар бұрышына тарту еткім келеді. Осы кітаптарды оқу арқылы сіздер болашақта өздеріңізге көптеген азық жинайды деген ниетпен алып келіп отырмын. Балалар, не деп айтамыз? Рахмет.